Сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын кекстің рецептісімен бөліскім келеді. Дайындалуы да өте тез және оп-оңай. Бізге ол үшін керегі 2 жұмыртқа, 150 грамм қант, 250 грамм ұн, 150 грамм сұйық май, 180 грамм апельсиннің шырыны және 1 апельсиннің толықтай цедрасы керек болады. Мен мұнда қопсытқышты жазуды ұмытып кетіппін, бізге 1,5 шай қасық қопсытқыш қажет болады. Ең алдымен бір үлкенірек апельсиннің сыртын теркамен тазалап аламыз. Тек қызғылт сары болып тұрған сыртын ғана өткіземіз, ақ бөлігіне тиіспейміз. Себебі ол ащы дәм береді. Енді осы тазартқан апельсинімізді екіге бөліп, шырынын шығарып аламыз. Мен осындай қолдың шырын сыққышын қолдандым. Сіз кез келген әдіспен шырынын шығарып алсаңыз болады. Енді кексіміздің қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін 2 жұмыртқаға қантымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Байқағандарыңыздай, бізге миксердің қажеті болмайды, тек қана осындай венчиктің көмегімен жұмыс жасайтын боламыз. Енді массамызға сұйық майды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Сонан соң апельсиннің цедрасы мен шырынын бірге қосып, жақсылап араластырамыз. Мен ұн мен қопсытқышты алдын ала ситадан өткізіп алдым. Енді соларды салып, жақсылап бір келкі қамыр болғанша араластыратын боламыз. Негізі ұнды ситадан өткізіп салған дұрыс, себебі сіздің қамырыңыз жақсы болып көтерілетін болады. Біздің қамырымыз дайын, консистенциясы осындай болып шығу қажет. Дайын қамырымызды формамызға құйып, алдын ала қызып тұрған пеште 170 градуста 40 минут пісіреміз. Формамызға тек қана пергамент қағазын төсеміз, ешқандай да май жағудың қажеті жоқ. Мен осындай кекске арналған форманы қолдандым. Сіз өзіңіз қалаған кез келген форманы қолдансаңыз болады. Кексіміз пісіп жатқанда, оның бетіне құятын сироп дайындаймыз. Ол үшін 120 грамм апельсин шырынына 30 грамм қантымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Ең бастысы қантымыз ерісе болғаны. Біздің кексіміз дайын, әдеттегіде дайын болғандығын таяқшамен тексереміз. Таяқшаны шығарған кезде осылай ешқандай қамыр жабыспай шығуы қажет. Енді үстіне сиропымызды толықтай құйып шығамыз және 1-2 сағатқа бөлме температурасында суы үшін қалдырамыз. Менде 1 сағат өтті, кексім кішкене суыған және құйған сиропымыз ішіне сіңген. Енді кексті толықтай суы үшін оны решеткаға ауыстырып қоямыз. Біздің кексіміз осылай өте әдемі және жұп-жұмсақ болып пісті. Кексті өзіңіздің қалауыңызша сәндесеңіз болады. Үстіне крем жағып немесе қант ұнтағын себуге де болады. Қараңыздар, қалай жұп-жұмсақ болып кесіліп жатыр. Кекс шын мәнісінде өте нәзік және өте дәмді болып шыққан. Менің отбасыма және балаларыма өте қатты ұнады. Сіздің отбасыңызға да ұнайтынына сенімдімін. Сондықтан рецепті соңына дейін қарап, балаларыңызға және отбасыңызға жасап беруге кеңес беремін. Егер де рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Әйгерім.